Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, воздушная болып шығатын, ашытқы қосылмай жасалатын үш бұрышты ерекше пирожкидің рецебімен бөлісемін. Достар, менің каналымда осындай көптеген жеңіл рецептер бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ашытқысыз қамыр арқылы өте аз уақыт аралығында жасалады. Ең алдымен картошканы жуып тазалап, ыстық суда қайнатып, оны осылай етіп езіп аламыз. Бір пиязды қабығын аршып, оны қызып тұрған майда қуырып, осы картоптың үстіне салып, толығымен араластырамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосуды да ұмытпаймыз. Келесі кезекте қамырын дайындауға кірісеміз. Ең алдымен терең ыдысқа 400 грамм айранды құйып, оның үстіне 1 шай қасық қант және жарты шай қасық тұз және де 1 шай қасық разрыхлитель салып, барлық масса ерігенше араластырамыз. Алдын ала илеуіштен өткен ұнды салып, масса қоюланғанша қасықпен араластырып аламыз. Масса қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақтау етіп, қамыр илеп, оның үстіне қолға жабыса бермес үшін 2 ас қасық сұйық май қосып, қамырымызды жұмсақтау етіп илейміз. Дәл осындай өте жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырды 5-10 минутқа тындыруға бетін жауып қалдырамыз. Қамырдың иі қанғаннан кейін оларды дөңгелектеп кесіп, осылай етіп дөңгелектеу формаға келтіреміз. Әрбір қамырды дөңгелектеп, оқтаумен жұқалау етіп жайып аламыз. Алдын ала дайындап қойған салманы алып, осы қамырға салып, самсаның формасында етіп түйіп шығамыз. Қамыр жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Егер де қолыңызға жабыса берсе, аздап майлап алуға болады. Дәл осылай етіп, барлық қамырларды үшбұрыштап түйіп шығамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін кеуіп кетпес үшін бетін жауып, алдын ала қызып тұрған майда орташа отта пісіріп аламыз. Бұл тағамды қатты отта пісіруге болмайды. Орташа отта немесе баяу отта ғана пісіреміз. Жалпы осылай етіп иленген қамырды орташа немесе баяу отта пісіруіміз қажет. Қатты отта пісірсек, оның сырты күйіп, іші піспей қалуы мүмкін. Дәл осы ашытқысыз қамырдан шелпек жасасаңыз, өте воздушная болып, дәл осылай көтеріліп, өте әдемі болып пісіп шығады. Кез келген выпечканың жұмсақ болып көтеріліп шығуы үшін иленген қамырды міндетті түрде жұмсақ етіп илеуіміз қажет. Осымен тағамымыз дайын. Достар, алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін және де мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.